каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз шпинаттан жасалған нанды әзірлейміз. Алдымен шпинатты жуып сабақтарынан арыламыз. Кейін оны ыстық суға салып, шамамен 1-2 минут бұқтырамыз. Содан блендердің көмегімен шпинатты сұйық күйге жеткенше уатамыз. Ұнды електен өткізіп, алдын ала дайындалған сұйық массамызды қосамыз, яғни жылы суға тұз, қант, ашытқыны қосып араластырамыз. Оның үстіне уатылған шпинат пен сұйық майымызды қосып, қамыр илейміз. Қамырымызды 40-45 минут көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Көтерілген қамырды өз қалауымызша бірнеше бөлікке бөліп нанның формасын береміз. Мен 3 бөлікке бөлдім. Оны противеннің үстіне салып, үстін орамалмен жауып, тағы да 30-35 минут жылы жерге қоямыз. Уақыт өткен соң үстін тіліп, қызып тұрған пешке 180 градусқа 35 минутқа қоямыз. Нан піскен соң суытып, оны жей беруге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруға болады. Келесі кездескенше.